Айгерім, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Апа, сәл сабыр сақтайық, сабыр сақтайық. Айгерім, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет көп. Саламатсыздар ма? Құрметті көрермендер. Күйіп пісіп жатсыз, Жоқ, менің жаңағы шыдай алмай кеткенім. Жұмыс істетеді да, 3 баласы бар әйел қалай жұмыс істейді? Сөйтіп, еркек басымен жұмысқа жіберіп отырды. Ол әйел, қараңыз, жұмыс істеп ақша таба ма, үйді жинай ма, 3 балаға тәрбие беріп, оларға қарай ма, күйеуге қарай ма, тамақ жасай ма, не істеу керек сонда ол әйел? Жұмыс істетеді, бірақ тамақ дайын емес деп сын қояды. Егер де өйтіп сын қойғатын керемет ер адам болса, жұмыс істетпесін әйел адамына. Үйде сөйтіп сосын барлық жағдайын жасап, неге тамақ дайын емес деп айтсын кешке жақын. Сол кезде тамақ дайын болмаған шығар? Жоқ, 1 бала болса, 2 бала болса жарайды да, 3 баламен, 3 бала кішкентай баласы бар әйел жаздың шілдесінде жұмыс істейді, қыстың қара аязында барып дірдіктеп жұмыс істейді, барып үйге келіп, ол тағы күйеуінің жағдайын жасау керек, тамақ дайындау керек, 3 баланы тәрбиелеу керек. Бір адам көмектесіп жатқан жоқ, ол тұрақты жұмысы жоқ, жауапкершілігі жоқ, шалқып, тамақ қайда деп аспанға түкіріп отыру керек екен да, күні бойы. Айбек мырза, мен түс алмай жатырмын дейді. Малика Әбілқасымова, Малика кешегі абысыны ғой дейме? Содан кейін өсіп жұмыс істетіп алады да, одан кейін неше түрлі жаңағы сындар кетеді. Сенің біреуің бар, сен біреу тауып алғансың, жаңа айтып отыр ғой қызғанып. Әркім өзінің ойынан сыр шертеді деп ойлаймын. Егер де ондай іске бармайтын адам үйтіп ойламайды да. Неше түрлі күмәнданып, әйелін сөйтеді да, ұрып, тоқпақтап ұрып тастайды да. Онда егер де қызғанышы бар екен, үйде жаңағы айтатын сыны бар екен, неге тамақ дайын емес деп үйге отырғызып қойсын әйелін. Өтініш. Ұлбосын деген кісі жазып жатыр. Тәрбиесіз Динара еркектің басын қорғып отыр дейді. Жоқ, бұл жерде көрермендер, мен Динараны жақтап, немесе күйеуін жақтап отырған жоқпын. Кінә екі жақтан да болады, бірақ мінез деген мінезсіз болғанға қарағанда мінезді болған жақсы деп ойлаймын мен. Ашындырмау керек әйел адамды. Мысалы, неше түрлі енді Динарада сабыр сақтай алмай сөз жаңағы айқайлап сөйтіп жатыр. Ашынып кеткен да, сондай жағдайға жеткізген, өзіне қол жұмсауға жеткізген. Ол бостан-босқа отырып адам, мен осы 50 дәріні ішейінші демейді ғой. Сондай жағдайға жеткізген, ашындырған, тілін шығарған. Айгерімді қатын қылып алу керек қой дейді. Айгерімнің байымет күйеуі бар ғой құрсын. Мен тамақта жасаймыз, жұмысқа да барамын, 4 балам бар, инвалид қызым бар, бәріне үлгеру керек балалар үшін дейді. Үлгеру керек. Мен де 3 баламен жұмыс істеп жүрген әйелмін. Бірақ та күйеуі ондай болса, егер жұмысқа жіберетін болса, түсіністікпен қарау керек. Үйтіп, неге тамақ дайын емес, неге мысалы, менің жолдасым, мен үлгеремай жатсам, кез келген жерде көмектеседі маған. Ыдыста жуып кете береді. Қай жерде үлгеремай жатсың деп. Ер азамат жұмысқа жіберіп тұрғансын, ондай түсіну керек. Егер де түсіне алмайды екен, үйде отырғызып қойсын әйел. В общем, күйеуіңіз сіз түсінді ғой, Түсінеді, Құдайға. Күйеуіңіз сіз түсінді. Күйеуіңізді орныңызға қойып қойдыңыз ба? Үйдегі шаруаңмен күйеуіңіз? Жоқ, мен үлгеремай жетқан жерін бәріне көмектеседі. Қалжың ғой, Айгерім қатын қылып алу керек деп бәрі жазып отыр. Не деген жазулар. Айгерім жақсы қыз едің, шын сөйлеуші едің, енді өтірік айтпаш, Динараны жақтамаш дейді. Жоқ, менің құрметті көрермендерді, мен осындаймын, шынайы түрім осындай, мен ешқандай жасандылық жасап үйтіп отырмаймын. Біреуге ұнаймын, біреуге ұнамайды ойым, ұнамасам кешіріңіздер, осындаймын, өзгере алмаймын. 5 жасар баламды да мен өзім өзгерте алмаймын үйдегі. 4,5 жаста кіші балам бар, оны да өзгерте алмаймын. Құрсақта тәрбие беру керек дейді ғой балаға. Мен өзгере алмаймын, мен осындай шынайы түрім осы. Мен кейде өстіп қыспалыққа салынып кететінім бар. Мойындаймын, өйткені мен шындықты айтамын. Менің сондай кездері жаңағы, сондай ер азаматтарға шыдай алмай кетемін да. Көп осы кейіпкерлердің біздің келіп жатқан жолдастары, ол жүргіш, ол ішеді, ол темекі тартады. Темекі тартса не болыпты да? Мен оны жақтап тұрған жоқпын. Зиянды әдеттердің бірі темекі тарту, ішімдік деген, Бірақ ол, мен ойлаймын, 3 бала тұрған жерде ажырасудың себебі емес. Ер азаматсың ба, қойдырт әйеліңе. Шылым темекі шекті екен деп ажырасып кете берсе, онда ешқандай отбасы қалмайды ғой Қазақстанда.
негізі екі жақтың да шешесі араласатын болса семья болмайды дейді. Оны дұрыс қой енді бірақ 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп жүрген ең дүниедегі ең жаман нәрсе балаңның қиналғанын көру. Мен оны білемін. Балаңның қиналып жылап тұрғанын көргенде ол ешқандай ана шыдай алмай кетеді. Ол ананы да түсіну керек бұл жерде. Айбек аға, мына келіп отырған қыз мамасымен, ол қыз арақ ішеді, темекі шегеді, ол қандай қатын бола алады дейді Айбек мырза. Енді көрермендер көрмесеңіздер оны айтпаңыздар, ондай нәрсе.